Сәлем балалар, Students Book 50-ші беттің тапсырмаларын орындаймыз. Видео әрқарай көрмес бұрын каналға тіркелмеген болсаңыз, видеоның астында подписаться батырмасын басып қойыңыз. Видеоны көріп болғаннан кейін каналға қолдау білдіріп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаймыз достар. Ал олай болса бастайық. Exercise 1. What are Sean and Leah looking at? What do you think they are saying? Лея мен Шон неге қарап тұр, олар не деп айтып жатыр деп ойлайсың, я? Олардың қолында осындай сурет бар, адам секіріп жатыр скейтбордта, я? They are looking at a photo of a skateboarder doing tricks. Олар скейтбордшының түріктері жасап жатқанын суретке қарап отыр. They are saying how cool is it? It is, yeah? Олар бұл қандай күшті, yeah? Керемет деп айтып жатыр. Келесі екінші. To cover the dialogue and listen, did Sean try skateboard? Мына диалогты жауып тұрып тыңдаймыз. Шон скейтборд теуіп көрді ма дейді. Диалогты оқып аударайық. Did you take this photo, Sean? Мына суретті сен түсірдің ба, Sean? Yes, do you like it? Я, саған ұнай ма? Yeah, but who's that? Do you know him? Yeah, бірақ бұл кім? Сен оны танисың ба? No, I don't. Жоқ, танымаймын. This skateboarder jumped over a table. Бұл скейтбордшы үстелдің үстінен секіріп өтті. Oh, that's amazing. Oh, бұл керемет. Where were you when you saw that? Мұны көрген кезде сен қайда болдың? I was on holiday in Madrid. Мен Мадридта демалыста едім. These kids did some amazing tricks on their skateboards. Бұл балалар скейтбордтарында керемет трюктер жасады. Really? Солай ма? Why did they do that? Не үшін оны жасады? It was a show. Бұл шоу болатын. Did you try it? Сен скейтборд теуіп көрдің ба? Я, сен көрдің ба деп. You are kidding. Қалжыңдап тұрсың ба? I can't skateboard. Мен скейтборд тебе алмаймын. Well, it's a great photo. Я, бұл керемет сурет. Well done. Жарайсың. That's very kind of you. Рахмет, я. Сенің тарапынан бұл өте жақсы деген сияқты. Енді сұрақ. Did Sean try skateboarding? Skateboarding теуіп көрді ма Шон? No, he didn't. Жоқ, ол теуіп көрген жоқ. Өйткені ол тебуді білмейді, я. Келесі үшінші. To cover the dialogue and complete the key phrases. Listen, read and check. Practice the intonation of the key phrases. How do we use intonation to show surprise? Дейді. Диалогты жауып тұрып, осы кілттік фразаларды толықтырамыз. Одан кейін тыңдап, оқып тексереміз. Интонацияны дұрыс қоюды практиковать етеміз, я, қайталаймыз. Интонацияны таңғалған кезде қалай қолданамыз, я. Oh, that's amazing болады. Really? You are kidding. Well done. Және that's very kind of you болады екен, я. Интонацияны біз маңызды жерлерге қоямыз, сол арқылы біз we show surprise, yes. We do intonation on very important parts, да? Өте маңызды жерлеріне қоямыз. Келесі төртінші. To invent 5 amazing experiences, use the ideas in the box and your own ideas. Compare your ideas with a partner. Remember to use intonation to show surprise. Енді 5 таңғажайып сондай бір басымыздан өткен нені айтып беруіміз керек, оқиға сияқты. Қорапшада берілген идеяларды немесе өзіңіздің идеяңызды қолданасыздар. Және жұбымызбен бірге соны тексереміз бірге. Одан кейін интонация дұрыс қоюды ұмытпаймыз. Мысалы, I jumped off a bridge last year. Really? That's amazing. Yeah? Өткен жылы мен мосттан секірдім. Солай ма? Бұл керемет дейді. Тура солай өзімізде мына қорапшада сөздермен жасасақ болады. I skateboarded down the stairs on Saturday. Сенбі күні лестницадан төмен қарай скейтбордпен сырғанадым дейді. Really? You are kidding. Солай ма? Әзілдеп тұрсың. I met a famous athlete last summer. Өте танымал спортшыны өткен жазда көрдім. Really? That's amazing. Солай ма? Бұл керемет. Тура солай қалғандарына жазып, мына key phrases-тағы сөздерді қолданып жазсаңыздар болады. Келесі 5. To look at the photo of the diver.
Replace phrase 1 to 6 in blue in the dialogue with phrases AF. Practice a dialogue about the diver with your partner дейді. Енді мына жаңа суға сүңгушінің суретіне қараймыз. Мына берілген диалогтағы 1-ден 6-ға дейін болған көк сөздердің орнына мына астында берілген ABCDEF-тегі сөйлемдерді қолданамыз және диалогты досымызбен бірге практика жасаймыз. Misal, did you take this photo, Sean? Yes. Do you like it? Yeah. But who's that? Do you know him? No, I don't. The diver jumped from a 10-meter diving board. Болады. Біріншісі A. Oh, that's amazing. Where did you take it? Мұны қайда суретке түсірдің? Так. In Barcelona with my dad. We visited sites from the 1992 Olympics дейді. 3C. Really? What happened at that pool? E болады. 4. 5 бұл. There was an international diving competition. Ол жерде жарыс болды деп айтып. Did you try it? You are kidding. I don't like water. 5D болады. Well, that's a great photo. Well done. That's very kind of you болады. Келесі 6-шы жаттығу. Look again at the dialogue in exercise 2. Change the words in blue and practice your new dialogue with a partner. Енді өзіңіз сол диалогтағы берілген көк сөздерді өзгертіріп, өз ойыңызбен диалог қайтадан құрып, жұбыңызбен бірге жаңа көрсетесіздер, практика жасайсыздар. Did you take this photo, Mansur? Yes. Do you like it? Yeah. But who's that? Do you know him? No, I don't. This diver dived with sharks. Oh, you're kidding. Where did you take it? I was on holiday in Maldives with my family. The man dived in the cage deep to the ocean where there were a lot of sharks. Really? Why did they do that? It was a part of tour. Did you try it? No, only adults could do it. Well, it's a great photo. Well done. That's very kind of you. деп осылай мысал ретінде осылай жазсаңыздар болады. Идеяны мына 4-ші жаттығуда қорапшадан алсаңыздар да болады, иә. Мен осы жерден dive with sharks деген нені алдым. Сол бойынша жаздым. Осымен бұл беттің барлық тапсырмаларын орындадық. Сау болыңыздар.